Жалпы қазақ шежіресі жөнінде әлі күнге дейін осы бірізділікке түсіп нақтыланған жоқ. Әлі де ғылыми тұжырымға іздену жолында. Мына ертеректе шежірелер көбінесе ауызекі айтылып келді. Мына дін мұсылмандыққа діни бағытта шежірелер жиналды. Қожалардың шежірелері болды. Олардың барлығы жаңағы түбіміз арабтан шыққан, немесе жаңағы дін исламнан шыққан дегендей, соны Мұхаммед пайғамбарға апарып тіреп сөйтіп қоятын болды. Содан кейін оқымыстылар, мысалы Шәкәрімнің шежіресі, содан кейін мына Мұхамеджан Тынышбаевтың шежіресі, сондай шежірелер жазыла бастады. Ал енді біздің елдің шежіресі жөнінде үлкен құнды дүние бұл Түп-Тұқияннан өзіме шейін деген Қазбекбек Тауасарұлының жазған үлкен кітабы. Сонда біздің елдің шежіресі жан-жақты талқыланады. Бұл Түп-Тұқияннан өзіме шейін кітабының құндылығы сода, мұнда осы шежірелер мына Бәйдібек атадан тараған, одан кейін жаңағы оның кім болғаны, содан кейін жаңағы Бәйдібектің ұлдары, одан кейінгі жаңағы Шапырашты қандай болған, қай жерден ол келін алған, оның балалары кімдер болды, осының барлығы жан-жақты таратылады. Әсіресе бұл жерде жаңағы Түп-Тұқиянның авторы Қазбекбек Тауасарұлының өзінің асылдың шежіресі тым тереңге жан-жақты айтылады. Біз мысалы көбінесе шежірелерде, мысалы осы Шапыраштың шежіресінде жаңағы осы аталарымызды атап өз жеті атамызды атап келемізді. Бірден жаңағы мысалы Айқын, Қайдауыл, Шапырашты деп, одан жаңағы Бәйдібек деп бірақ сөйтіп кетеміз. Ал мына Түп-Тұқияннан өзіме шейін еңбекте осының жаңағы қанша ата, арада қанша ата бар, соның барлығы жан-жақты талданып, олардың кім болғаны кеңінен кәдімгі жазылып кетті. Бұл үлкен құнды зерттеу еңбек. Және осы мына Бәйдібек атадан тараған адамдардың қандай болғаны, мына балаларының қандай болғаны, батырлары қандай болғаны, әсіресе мына Шапыраштан шыққан Қарасай батырдың кім болғаны, қай жерде қандай соғыстар жүргізген, жағы бүкіл үлкен қазақ қолына қолбасшы болған, елші болған Қарасай батыр жөнінде өте кең мағлұмат осы тұңғыш рет осы еңбекте жарияланды. Бұрында айтылады, енді Румянцевтің еңбегінде, жаңағы басқа осы орыстардың еңбегінде осындай жаңағы Бейіті Айыртауда осындай жылы қайтыс болған дегендей деректер айтылып жүрді. Бірақ міне осы табылған қолжазбада кейін кітап болып шықты, Жалын баспасынан кең мол мағлұматтар беріледі. Екінші бір аты кеңінен аталғанмен нақты деректер айтылмайтын батырымыз Шапырашты Наурызбай батыр. Осы Наурызбай батырдың әкесі кім болған, атасы кім болған, бауырлары кім болған, өзінің ерліктері, оның жаңағы түменбасы болғаны, қандай шайқастарға қатысқаны кеңінен айтылады. Жалпы бұл Түп-Тұқияннан өзіме шейін кітабы қазақтың осы өз дәуір өмір сүрген дәуірдегі құнды тарихи шежіресі, тарихы осында. Мына күні кеше ғана қайтыс болған Талас Омарбеков деген атақты тарих ғылымының докторы, білімгер, оқымысты кісі осыны ылғи тілге тиек етеді. Қазір көптеген хандар, билер, батырлардың қай жыл туып, қай жыл қайтыс болған, қандай шайқастар болған, қандай оқиғалар болғанын барлығын дерлік осы құнды осы жәдігер кітаптан тауып отырған сол кісі талай мәрте айтып жүр, жазып та кетті. Ал енді осы жерде бір ерекше айтатын нәрсе, осы жаңағы Шапырашты, Бесшам Шапырашты, бес ата, Екей, Еміл,
асыл шыбыл айқын, асыл шыбыл егіз екен. Ең үлкен аға баласы екей. Қазіргі ұрпақтарын қарасақ, өсіп өнген, ең үлкен өсіп өнген осы Шапырақтың жартысынан жуығы бұл жаңағы Емілдің балалары. Есқожа, кейін Емілден туған балалар, кейін Есқожаның тараған ұрпақтар көп болып, Есқожаның аты аталады да Есқожа болып кеткен. Есқожа осы Шапырақтың жартысы Есқожа. Есқожадан батырлар көп шыққан. Одан кейінгі екейден ақындар көп шыққан. Сүйікбай, Сарыбай, Жамбыл, жаңағы Әбдіғали Сариев, басқа да осы атақты ақындар көп шыққан. Ал асыл шыбыл бұл егіз екен, асылдан билер мен жақсылар көп шыққан. Шыбылдардан мына 136 жасаған Құртқа тауып деген әулие емші, өзі қажы, өзі Санкт-Петербургтен білім алған атақты 136 жасаған атақты Құртқа тауып шыққан шыбыл атамыздан тараған. Енді бірақ шыбыл өзі өжет екен, Шамдағай өмірінде сол әр атаға бауыр болып сіңіп кетеді екен. Сол балалары сөйтіп жүріп, мына шыбылдар мына шеті түрген, содан мына қазіргі Қарасай ауданы, Жамбыл ауданы, сонау Жамбыл облысы, сонау Шымкенттегі Кепесарай, қазіргі Шапырашты ауылы сояққа шейін тарап, әр жерде шоғыр болып тарап кеткен. Қазір солай қоныстанып отыр. Ана Жамбыл облысында, Талас ауданында Көшек Батыр ауылы деп аталады қазір. Сол ауылдыға шейін сөйтіп шыбылдар кең қанатын жайып осы қазақтың даласында бауырлар тарап кеткен. Енді ең кенжесі Айқын. Айқын бұл ең азы осылардың ішінде кенжесі. Айқын жалпы жасынан жуас, арғы бергіні білетін аңғарлы екен. Кезінде хандарға, арғы аталары атақты хандарға кеңесші болған екен. Кейін осы ата бабаларының жеріне келіп қоныстанып, сол жерде қоныс еткен. Негізгі қонысы мына Қарғалы өзенінен мына қазіргі Қайназар ауылына сол жерде Шірікбай деген бар. Тәуке сол жүр екен негізінде. Соның орталығында өмір сүрген мына Шолақ Қарғалы төменде. Айқын екі ата, Қайдауыл, Қалқаман. Қайдауыл бұл тікелей Айқынның өз баласы. Қалқаманның тарихы Қалқаман Мамыр поэмасынан белгілі, Шәкәрімнің жазып келтірген. Бірақ жиен екен Қалқаман деген бауырымыз, атамыз. Ол жөнінде жаңағы Мамыр деген өзінің жақын қарындасын алып қоя сақтап, сол үшін дауға салып, үлкен билер шешім шығарған, өлім жазасы деп. Сонда садақпен атап, 40 жігіт егер тірі өтсе өтеді, өтпесе жаңағы садақтың оғы кесіміз деп қолға түскен. Қалқаманды жүйрік аты бар екен. Сонда жаңағы бауырлары ғой, жаңағыны біреуі бір оқ, бір садақтың оғы жамбасына келіп, қара жамбасына келіп кетті. Содан жаңағы атпен шуылдай өткенде сүйінші тірі қалдың деп сөйтеді. Жоқ, мен оққа байлаған, мен нағашыларыма кеттім, мен енді бұл елге жоқпын деп, сол бойы сол жараланған қалпы мына Қарғалды шешесі Айқын екен. Айқыннан да жаңағы Айқыннан тараған қыз шешесі. Сол нағашыларына келіп, Айқын ата тірі екен ол кезде. Сол жаңағы Қайдауыл балама серік табылды, іні келді деп, жаңағы балаға асықты жілік ұстатып, бүкіл ақсақалдарды шақырып, баладан ант алыпты. Бала айтыпты, мен енді Айқынмын, Шапыраштымын, мен енді осы елге етімде, сүйегімде сіңді деп. Содан жаңағы
қариялар бар, сол кездегі бәрі анттасып бата беріпті. Кімде-кім мына осы қалқаманды түбі шикі бөтен деп айтса, міне баланың өзі ант беріп отыр деп анттасып, содан жаңағы айқын екі атаға бөлінеді. Қайдауыл, қалқаман деп негізінде. Содан мына қалқамандар тараған. Қалқамандардан өсіп өнген атақты адамдар көп. Мысалы, композитор Әсет Бейсеуов, генерал болған Махан Есболатов, министр, мына ішкі істер министрі болды. Мына министр болған Бақыт Оспанов, Еркебек Арғынбаев, мына зам министрі болған. Басқа да осы атақты адамдар өсіп өнді кезінде. Батырлар көп болды. Ал енді Қайдауылдан да жаңағы көп, мысалы оның ақын атақты осы Жамбылдың шәкірті, үлкен ақын Суырып Салма Жезтаңдай, халық ақыны Үмбеталы Кәрібаев, осы Қайдауылдан шыққан атақты ақын. Мына осы Қарғалы шоғы комбинатының тоқымашысы Күлдәрия Тоқсейітова деген әпкеміз. Сонымен мына аспанға, космосқа 3 рет ұшқан атақты ғарышкер, Ресейдің батыры, Қазақстанның халық қаһарманы. Ондай атақты ешкім алған жоқ. Әлі күнге шейін бүкіл қазақстандықтан ешкім алған жоқ. Ресейден де бір-ақ адам алды. Осындай екі батырлық адам. Өйткені Талғат Мұсабаевтың ерлігі ұшан теңіз. Оны аңызға бергісіз адам. Алғаш ұшты, одан кейін екінші жолы 1 жылға жуық космоста болды. 1 жыл бойы жерді айланып жүрді космоста. Ашық аспанға шықты, космос тастап, ашық аспанға космос жүрді. Үшінші жолы америкалық миллионерді алып ұшты. Мұндай атақты адам, қазір генерал лейтенант, техника ғылымдарының докторы, сенатор, үлкен қоғам қайраткері Талғат Мұсабаев үлкен аңызға бергісіз батыр. Айқындар өте атақоныстан шуақта азырақ көрмеген, шуақта жан-жаққа көшіп не қылмаған, өзі жалпы жуас, момын, шаруақор, сондай адамдар екен. Мына кезінде екейлер шашырап кеткен ғой, бытырап. Сол мына екейден шыққан Сарыбай би Айдосұлы деген осы бүкіл жетісудың түбі би болып, үлкен мына Колпаковский басқарған генерал-губернаторлармен араласып, үлкен жаңа қайраткерлік, алғырлық танытып, үлкен мемлекеттік жаңа сол кездегі үлкен басшы қызметке кіріп, жаңағыдай қоғамдық жұмыстардың белсендісі болып жүрген кезде сол бір-ақ нәрсе сұрайды. Мен мына осы шашырап кеткен елімді жинайыншы деп рұқсат алып, соны өзінің күш қайраты, ақыл ойы, парасаты, алғырлығының арқасында осы бүкіл жан-жаққа тарап кеткен жан-жаққа екі елін жинайды. Сонда мынау асыл шыбыл төменде екен. Сонда жаңағы осы жаққа көшіп алып келгенде басқалар қабылдамай, айқын ғана құшағын жайып, соларды қабылдапты. Соларды әкеп мына Майбұлақ деген жерге төге берген, келе берген. Содан жаңағы бүкіл екі айқын бір болыс болып тұрды. Айқын болысы ғой, бір болыс болып тұрды. Кейін ел көп, жұрт көп болғанда жаңағы Сарыбай бидің күш қуаты, қазір қайраты, бедел абыройы асып, екейді өзінше бөлек болыс болып шығарды. Екейге сонда қазіргі Черікбайдан Қарақыстақ өзеніне шейінгі жерді алып беріпті, кесіп алып беріпті. Сол жер екейдің жері, айқынның жері, сол Черікбайдан бергі Қарғалы өзенінен бастап төменгі кіші Қарғалы, үлкен Қарғалы дейді. Соның бойы мына қазіргі Мыңбаев ауылы,
Үмбеталы ауылы, жаңағы Найдоновка, қазір Қасымбек ауылы, Қарғалы, Ұзынағаш, мына Ұзынағаштың аяғындағы жаңа құрылыс, осы ауылдар ынтымақ, осы ауылдар Айқынның ата қонысы. Осы жерлерде қоныстанып қалған негізінде. Ал енді Айқыннан шыққан болыстардың ішінде Әміре болыс, содан кейін Тоқшабай болыс, Тоқшабайдың Тоспасы дейді, Ұзынағаштың жоғары жағында Тоспа бар. Осы Намысқой атақты болыс болған екен. Батырлар шыққан ежелде, баяғыда, содан кейін мына Әйтек би, Әйтек үлкен атақты би болып, үлкен істерге қатысып, мынау Абылай хан мәмілегерлік пен дипломатиялық жолмен Пекинге барған кезінде, сол бірге барған сояққа. Сондай үлкен Абылай ханның билерінің қасында жүрген үлкен атақты би екен. Өте кең, арғы бергені кеңінен білетін, кең ойлайтын, жомарт. Осы жаңағы елдің бәрі ол кісінің жаңағы балалары Әйтектің өзінің баласы болмаған, бірақ барлық сол ағайынның балалардың бәрін шапанның астына сол кісінің үйінде мен кімнің баласысың десе, мен Әйтек атаның баласымын, Әйтектің баласымын дейді екен. Содан кейін осы Айқын елінен өтетін атақты адамның бәрі сол Әйтектің үйіне қоныстанады екен. Ақын, жыршы, жырау, жаңағы күйші, әнші, сол бәрі жомарт екен. Асқан жомарт болыпты, Атымтайдай жомарт. Содан жаңағы Әйтектің аты шығып кеткен. Сол кейін Әйтектің аты сол Айқынның ішіндегі бір рулы елге Әйтектің аты қалыпты. Алғашқы осы өңірде өнеркәсіпті ашқанда осы Айқындар 1913 жылы Қарғалыда орыс көпесі кеп, жер сұрап солармен бірігіп ашайық деген ғой, мына Қарғалы зауытын алғаш фабрикасын. Сол бірігіп, солармен бірігіп ашқан. Сол жерден Айқынның байларымен бірігіп. Осы Қарғалы шоу комбинаты 1913 жылы алғашқы қадасынға Қарғалы өзенінің бойында сол жерде ашқан. Мұндағы мына Совет өкіметі тарағанға шейін мұндаға шейін істеді. Үлкен осы республикамыздағы үлкен фабриканың біреуі болып, кейін жабылып қалды. Енді атақты атбегі қазіргі кезде Орынтай Әмірғалиев деген бар. Осы Қазақстандағы жүйріктердің бапкері, тренері, тұлпар мініп туып алған осындай біздің елде атақты атбегілер көп, солардың басшысы болып жүр. Енді елі де бай, жері де бай, суы да мөлдір. Осындай елде туып өскеннен кейін бұл жердің елі жомарт, жері құнарлы, азаматтары мәрт болуға әбден лайық. Оған елі мен жері сай.